Сәлем достар, 4-ші сынып қазақ тілі пәні 95-ші сабақ жіктеу есімдіктерінің септелуі тақырыбын өтетін боламыз. 53-ші жаттығу оқы, зат есім мен есімдіктердің септелуін салыстыр, олардың септелуінде қандай өзгешеліктер бар. Бізде зат есім сәуле, ал есімдік ол берілген. Оларды септеп көруіміз қажет. Атау септігі кім? Сәуле, ол. Кімнің? Сәуленің, оның. Кімге? Сәулеге, оған. Кімді? Сәулені, оны. Кімде? Сәуледе, онда. Кімнен? Сәуледен, одан. Кімнен? Сәулемен, онымен. Ал енді зат есім мен есімдіктің септелуін салыстырып көрейік. Зат есімнің септелуінде, яғни септіктің жалғаулары жалғанып шықты, ал есімдікте түбірі өзгеріп кетті. Демек, зат есімдерге септік жалғауы тікелей жалғанады, ал есімдіктер септелгенде сөздің түбірі өзгеріп кетеді. 54-ші жаттығу көп нүктенің орнына тиісті есімдікті қойып, мәтінді көшіріп жаз. Құстарды атпау керек. Олар жер бетіндегі өсімдіктерді зиянды жәндіктерден қорғайды. Құстар табиғаттың сәні, олардың жағымды үні, сұлу мүсіні қоршаған ортаның сәнін келтіреді. Мен құстарды қанатты достар деп атаймын. Осылай тиісті олар, олардың, мен есімдіктерін қойып, көшіріп жазамыз. Ал енді неліктен сол есімдікті қойғаныңды дәлелде дейді. Балалар, есімдіктің қай түрі қолданылатыны, оның кімге, неге қатысты екеніне және сөйлемдегі қызметіне байланысты таңдалады. Ал мағынасына қарай тиісті септікте септеледі. 55-ші жаттығу кестені толтыр. Зат есім, сын есім, сан есім және есімдік берілген тиісті сөздермен толықтыруымыз қажет. Яғни зат есім ол заттың атын білдіреді, сын есім сынын, сан есім санын білдіреді екен. Зат есім кім не деген сұраққа жауап береді, демек ата, әке, дәптер деп қойсақ болады. Сын есім қандай деген сұраққа жауап береді, үлкен, әдемі, тәтті. Сан есім заттың санын білдіріп қанша деген сұраққа жауап береді, 6, 12, 3 деп жазсақ болады. Есімдік мен, сен, ол деп жазып қоямыз. Ал енді кестедегі сөз таптарын өзара салыстыр, олардың ұқсастықтары мен өзгешеліктері неде? Балалар, ұқсастықтары барлығы сөз таптары сөйлемде белгілі бір сұраққа жауап береді, сөйлем мүшесі бола алады. Ал өзгешелігі зат есім заттың атын білдіреді, сын есім заттың сынын, сан есім заттың санын білдіреді. Есімдік заттың атын атамай, оның орнына қолданылады. Бұл өзгешелігі. Ал енді 56-ші жаттығу тірек сөздерді пайдаланып, тоқылдақтың атынан монолог құрап жаз. Тірек сөздер тоқылдақ, екі есе, қоңыз, көмек керек, орманда қаптап кетті, жұмысты көп істеп жүрмін. Мен тоқылдақпын, орманда мекендеймін, ағаштарды тоқылдатып, көп жұмыс істеп жүрмін. Орманды қоңыз қаптап кетті, орманға көмек қажет. Қоңыздарды теріп жеп, орманға 2 есе пайда келтіремін. Мен орманды қорғап, табиғатқа көмектесіп жүрмін. Осылай құрастырсақ болады. 57-ші жаттығу жұмбақты оқы, шешуін тап. Бар ма, жоқ па, оны анық білмейсің. Ол жоқ жерде өмір сүріп жүрмейсің. Балалар, жұмбақтың шешуі ауа. Ал енді есімдіктерді тап, жүктеу есімдігінің орнына қай сөзді қойып айтуға болады дейді. Есімдіктер оны, ол, ал енді жүктеу есімдігінің орнына қоятын сөз ол ауа, яғни ол дегеніміз жүктеу есімдігі, оның орнына ауа сөзін қойып оқып көрейік. Ол жоқ жерде өмір сүріп жүрмейсің, ауа жоқ жерде өмір сүріп жүрмейсің. 58-ші жаттығу пікірлердің дұрыс бұрыстығын белгіле. Яғни мұнда пікірлер берілген, оның дұрыс бұрыстығын белгілейміз. Қыстағы суық, жаздағы ыстық. Бұл дұрыс пікір. Көктемгі әрекет, күзгі берекет. Дұрыс пікір. Жаздың бір күні, қыстың 1000 күні. Дұрыс пікір. Жаз найзағайлы болса, қыс жайлы болады. Бұл да дұрыс пікір. Сәуір болмай, тәуір болмас. Бұл да дұрыс пікір. Наурыздан соң қыс болмас. Бұл бұрыс пікір екен. Осылай белгілесек болады. Балалар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.